Al. Пиво әкеп берейін бе дейсің ба? Жоқ, қойған бұл бәрі тоқтаттым. Кеше тоқтаттым деген жоқпын ба бәрі. Ұят қой аты тағы да. Сахна Алакөлге келіп ішіп апты деп жүрсе тағы. Или концерттен кейін қалай көке былай өз. Ода тұрған не бар десең, дұрыс. Демалу керек анда-санда. Бірақ жұмыс істеу керек десең. Жүректер қалайсыңдар? Жүректер, жандарым, боталарым! Аты шулы танымал әнші Төреғали Төрәлі желіде тағы бір шулы видеосы жарияланды. Онда ол әншінің Алакөлде жүргенін байқауға болады. Видеода әнші сахна үстінде тұрып, тыңдармандарына тіл қатты. Ол өз сөзінде ішімдік ішу қойғанын айтты. Сыра әкеп берем дейсің бе? Жоқ, қойғаным ғой. Кеше тоқтаттым деген жоқпын ба? Ұят қой. Тағы да Алакөлге келіп ішіп алыпты деп жүрсе, анда-санда демалу керек, бірақ жұмыс та істеу керек, дейді Төреғали Төрәлі. Алайда әншінің бұл сөзі желі қолданушылар тарапынан тағы да сынға ұшырады. Қазір де кішкене ұрттап алған сияқты ғой. Не киіп алған, сахна мәдениеті қайда? Семіздікті қой ғана көтереді деген. Осы тұрғыда ішкен немесе шегіп алған. Сахнада тұрып қуып тұр ғой, есік алдында тұрғандай. Тағы бір жүрген біреу соңғы кездері қуып кетті. Киімінің түрі анау. Осы неге шақырды? Не айтып тұр өзі? Деп жазды желі қолданушылары. Осы бір видеосы үшін Төреғали өзінің тыңдармандарынан жағымсыз пікірлер алды. Естеріңізге сала кететін болсақ, осыдан біршама уақыт алдын Төреғали Төрәлі өзінің эстрада жұлдызында барлығын тоқтатқандығы туралы хабарлама жазған еді.